Бүгін сен нөлмен аяқталатын көп таңбалы сандарды екі таңбалы сандарға бағанмен көбейтуді үйренесің. Мысалды қарастырайық. 57.600-ді 34-ке көбейту. Бағанмен жазайық. Бірінші көбейткіштің нөлмен аяқталатынын ескеріңдер. Кез келген санды нөлге көбейткенде нөл болатындықтан, екінші көбейткішті жүздіктердің астынан бастап жазу керек. Нөлдерге назар аудармай көбейтуді бастаймыз. 4-ті бірінші көбейткіш 57.600-ге көбейтеміз. Бірінші толымсыз көбейтіндіні табамыз. 4-ті 6-ға көбейткенде 24 болады. 4-ті жазамыз, 2-ні ойға сақтаймыз. 4-ті 7-ге көбейткенде 28 болады. Ойдағы 2-мен 30 болады. 0-ді жазамыз, 3-ті ойға сақтаймыз. 4-ті 5-ге көбейткенде 20 болады. Ойдағы 3-пен 23 болады. Бірінші толымсыз көбейтінді 2304-ке тең. Екінші толымсыз көбейтіндіні табамыз. 3 ондықты 6-ға көбейтсек 18 болады. 8-ді мыңдардың астына жазамыз. 1-ді ойға сақтаймыз. 3-ті 7-ге көбейтсек 21 шығады. Ондағы 1 мен 22 болады. 2-ні жазамыз, 2-ні ойға сақтаймыз. 5-ті 3-ге көбейтсек 15, ойдағы 2 мен 17 шығады. Екінші толымсыз көбейтінді 1728-ге тең. 2 толымсыз көбейтінділерді бір-біріне қосамыз. 4-тің өзін сүреміз. 0-ге 8-ді қосқанда 8 болады. 3-ге 2-ні қосқанда 5 болады. 2-ге 7-ні қосқанда 9 болады. 1-дің өзін сүреміз. Бұл көбейтіндінің мәні. Көбейтудің нәтижесіне бірінші көбейткіштің соңында қанша 0 болса, сонша 0-ді тіркеп жазамыз. 1.958.400 саны шықты. Қорытынды шығару. Кез келген дөңгелек санды екі таңбалы санға көбейту ережесін шығара аламыз. Бұл бүгінгі сабақтың алғашқы ережесі. Екі көбейткіште 0-ге аяқталатын, яғни дөңгелек сандар болатын мысалды қарастырайық. 0-дерді шетке бөлек қалдырып, 576-ны 4-ке көбейтеміз. 2304 болады. Біз екі көбейткіште де қанша 0 болса, сонша 0-ді тіркеп жазамыз. 3-0. 2.304.000 саны шықты. Бұл көбейтіндінің мәні. Сонымен екінші ереже.